заманға сәйкес мысалы ұят болатынның да орынды орынсыз кездері болады. Қазақ қызын оқытады екен жоғары білім беріп. Ал бірақ не үшін оқытасың деп сұрақ қойған уақытта кейін ажырасып кетсе өз-өзін асырай алу үшін деп жауап берген пайыз көбірек орын алған. Қауіптің барлығы ер адамдардан төніп тұрған сияқты да, балаларға да, әйел затына да. Өлігің сол жерден шықсын дейді мысалы. Өлігі сол жерден шығып жатады. Өкінішке орай күйеуінің қолынан. Ал Мағжан дейді педагогикасында қазақ анасының мәртебесін көтермесек, құл ұрпақ тәрбиелейміз дейді. Өзіміздің жасымызға сай, өзіміздің заманымызға сай бір қалыптарға балаларды тығып тастағымыз келе береді да, бізден гөрі олардың шекараларының кең екенін біз мойындауымыз керек. Кейбіреулердің сыныбында жартысынан көбінің ата-аналары ажырасқан. Сендер көп балалы отбасылар әке туралы тақырып қозғамаңдар деп шарт қоя бастайды балалар. Бұл өте қауіпті құбылыс. Сонда толық отбасындағы балалар өзін кемшін сезінетін жағдай. Қыздарының, әйелдерінің арын қорғай алған ел барын қорғай алады дейді. Білетін боларсыздар, біздің институтымыз Қазақстан отбасылары деген ұлттық баяндама дайындап тұрады. 2 жылда бір дайындайды. Мысалы, өткен жылғы 22 жылғы зерттеуімізде бізде отбасыдағы құндылықтар қазір өзгеріп жатқанын байқап отырмыз. Мысалы, бұрында үлкенге құрмет, ағайын туыспен тату болу секілді бір құндылықтар алдыңғы қатарға шықса, қазір өз-өзіңді сыйлау, өзіңнің шекараңды құрметтеу деген секілді мәселелер енді көбірек насихатталып, көбірек айтылып келе жатыр екен. Яғни бұл жаңа әлеуметтік сауалнамада ата-аналар балаларына қандай құндылықтарды сіңіреді деген сұраққа жауап болған. Яғни осындай жеке құндылықтарға, жеке басқа арналған құндылықтар көбірек насихатталып келе жатыр екен. Жалпы қалай ойлайсыздар, өздеріңіз көріп жүрген, байқап жүргендеріңіздей, біздің Қазақстандағы отбасылар, Қазақстандағы отбасы институты қалай өзгеріп жатыр? Дұрыс айтып жатырсыз. Қазір жаңағыдай әртүрлі мынау жаһанданумен байланыстырамыз ба? Коучтар да көп, қазір психологтар да көп, олардың ішіндегі жаңағы озығы да бар, тозығы да бар, мысалы сырттан келгендердің. Қоғамдық айып деген бізде қазақ қоғамында әр кезде болған ғой, мысалы. Біреудің айтқанына құлақ түрме, жұрт айта береді деген сияқты, ұят емес деген тенденциялар бар ғой. Бұл тенденциялардың барлығын ескеру керек. Өйткені заманға сәйкес, мысалы, ұят болатынның да орынды орынсыз кездері болады. Қоғамдық айыптың да орынды орынсыз кездері болады. Сырты бүтін, іші түтін кейіпте қалмас үшін, мысалы, кейбір жағдайда адамдар бір нақты шешімдерге келу керек кездер болады. Мен әдетте айтам, біз толық отбасы дегеннің өзін сандық, жұптық сипатта қарастырамыз, яғни ері бар, әйелі бар отбасы ретінде. Тек осы сыртқы келбетін сақтап қалу үшін бірге тұрып жатқан жұптар да өте көп. Ертең балалар үйленеді, жұрт не дейді деген секілді бір қоғамдық айыптардан. Бірақ оның ішкі мазмұны сондай бір бақытсыздықтарға толы болуы мүмкін. Ал сондай ортада, толық отбасында, бірақ сондай атмосферада, сондай отбасы моделін көріп өскен балалар қалай болады? Олардың ертең күні соны қайталамасына кім кепіл, мысалы? Біріншіден, екіншіден, қалай айтса болады, мысалы қазір жастардың арасында child free дейміз ғой. Баладан тыс, некеден тыс өмір сүру, еркіндік дегеннің барлығы осындай қолайсыз отбасы модельдерінен балалар өздерінше бір қорытынды жасайды деп мен ойлаймын. Сол себепті ал жаңағы отбасы құндылықтары біздің өзіміздің қазақы қоғамдағы, мысалы, отбасы, атасы, әжесі бар, анасы, әкесі бар отбасылар, оның ішіндегі сыйластығы үйлескен отбасылар, мысалы, атаның, әженің тәрбиесін көрген балалар, бұл баға жетпес отбасылар екенін айтуымыз керек. Бұл үлкен жұмысты қажет ететін, мысалы, сыйластықтың өзі үлкен еңбек, оның ар жағында үлкен құндылықтар жатқан біз барлығымыз білеміз, оны еге білудің қандай жұмыс екенін барлығымыз білеміз. Өзгерістер бар. Біз осы өзгерістерді бір оң сипатта қалыптастыру жағын ойлауымыз керек деп ойлаймын. Жалпы соңғы кезде ұлттық құндылықтарға байланысты әртүрлі пікірталастар жиілеп, қоғам алдында бірінші приоритетте не болу керек деген сауал жиі көтеріледі. Бұл жерде айта кететін дүние, біз қаласақ та қаламасақ та бір үлкен жер планетасының жаһандану процесіндегі елдердің біріміз.
жаһандану ол жыл өткен сайын, цифрлық қоғам дамыған сайын қарқыны бірнеше есе күшейіп жатыр. Осыдан ондаған жыл бұрын медианы түсіну деген кітап жазған Маршал Маклуин бірте-бірте қолдың жалғасы бір зат пайда болады дейді. Қолдың жалғасы қазір бізде смартфон. Бірте-бірте әлем үлкен ауылға айналады дейді. Ол кезде оның замандастары үлкен ауыл не істеп түсінбесе, қазір мына жерде ақшта болған нәрсе 1 минутта емес, сол секундта Қазақстанда естіліп, сол жерде талқыланып жатса, тікелей әртүрлі байланыс арқылы, немесе әртүрлі ақпарат құралдары арқылы. Яғни бір ауылдағы бір-біріне белгілі болып отқан жайт секілді, бір планета қазір бір кішкентай алақандағы бір-біріне бәрі белгілі мәлім болатын ақпараттық жаңағы кеңістікте өмір сүріп жатыр. Сондықтан ол батыс елдерінде, немесе кейбір шығыс елдерінде, Кореядағы, немесе Европадағы, Америка құрама штаттарындағы бір жаңа тенденция, ол бұрынғыдай 20, 30, 40 жыл емес, тура сол сәтте ары кетсе 1-2 жылда бізге әсері, инерциялық әсері толқын секілді келіп жатуы рас. Ол қалыпты дүние, бірақ оған біз қаншалықты дайынбыз, қаншалықты біздің ұлттық иммунитетіміз бар, қаншалықты кей дүниесін аламыз, қай нәрсенің дәнін алып қауызын тастаймыз, ол енді екінші мәселе. Осы тұрғыдан келгенде ақпарат тасқыны өте жоғары дәрежеге көтерілген қоғамның өкілдері екенімізді мойындауымыз қажет. Бұрын бір адам бір газетті немесе кітапты іздеп жүріп оқитын болса, қазір бір адамға орташа есеппен 200-300 газеттей ақпарат келеді күніне. Оның барлығының ішінен адам тіптен өзін жоғалтып алуға дейін барады, әртүрлі депрессияға түсіп кетеді. Бұның барлығы өте көп ақпараттық шу деп аталады медиа тілінде. Сонша ақпараттық шудың ішінен өзін табу үшін кейде тіптен оқшау кетіп қалып, өзін таппай қалғандықтан өзін бірінші орынға жаңағы интуитивті түрде бірінші шығарғысы келетін жағдайларында психологиялық астарын мамандар сонымен байланыстырады. Яғни сол шудың арасында өзін таппай қалмас үшін қоя тұрыңдар, тыныш, мен де адаммын, менің қалауым бірінші орынға шығады деген секілді табиғи бір қалаулар, сұраныс пайда болатындығын осылай негіздейді. Келесі бір фактор бар, ол ұлттық стереотиптер деген. Қазақтың өзі айтады, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп. Өкінішке қарай 30 жыл бұрын тәуелсіздік алған, ерекше бір толқыныспен келген тәуелсіздік алған жылдардың алғашқы жылдарында ұлттық идеологияға байланысты белгілі бір стратегиялық концептуалдық тұжырымдар болғанымен, одан кейін босаңсытып алдық 2000 жылдарда. Сол кездегі керегі де керек емес те, күрші де күрмегі де араласып кеткендіктен кейбір ескірген шаблондар да бері қарай өтті. Мәселен, ысырапшылдықты прагматизммен алмастыруымыз керек еді. Кейбір аста төк той, 30 күн ойын, 40 күн тойын дегенді мүмкін батырлар жырынан ертегіден оқысақ жарасымды шығар, бірақ қазіргі прагматикалық дәуірде, қазіргі эко-френдли, яғни табиғатты қорғау, ысырапшылыққа жол бермеу деген қоғамда керісінше біз обал сауаптың деген ұлттық құндылықты дамытып, жаңа ысырапшылдықты кейбір дүниелерге модернизация, оптимизация жасау керек бедік заманға сәйкес. Яғни ұлттық құндылықтардың ішінен өміршең, заманмен үндес және өзіміздің ұлттық иммунитетімізді көтеріп, жаһандану кезінде бет-бейнемізді сақтай алатын дүниелерді дамыту керек едік те, ал ескірген бір ескінің сарқын шағындай болған кейбір дүниелерден арылуымыз керек еді. Бізде ол екеуі бірге келгендіктен бір адамдар үшін ұлттық деген ұғым ескіліктің символындай көрінді, екінші адамдар үшін ұлттық деген ол керісінше иммунитеттің өзінің идентификациясын жоғалтып алмаудың бір жалғыз ілмегі секілді көрінді. Сондықтан осы жағына келгенде бір когнитивті диссонанс пайда болды, адамдарда ішкі қайшылық пайда болды. Сондықтан осының барлығын алған уақытта әрине біз мойындайтын дүниеміз бар, тәрбие керек, ұлттық идентификация керек, өзіміздің танымымыз, тегімізді тану керек, бірақ оны дамыта отырып, керек дүниені қалдырып, заманмен үндес болатын дүниені қалдыра отырып, заманауи кейбір жаңа элементтермен байланыстырып, толықтырып, өзіміздің бір бет-бейнемізді, өзіміздің бір өзегімізді қалыптастыратын заман келгені анық. Және де ол тәрбиесіз бәрібірде адамның ішкі мазмұны жаңағы ешқандай сапасыз және де бір іліп аларлық тұжырымсыз қалатыны анық. Осы жағынан келген уақытта ең маңызды дүние Әлихан Бөкейхан айтқандай, ұлтқа қызмет ету ол білімнен емес, мінезден. Сондықтан тек қана білімге мән берген қоғамда болашақ бұлыңғыр. Ал оны жаңағы мінез қайдан келеді? Ол жаңағы обалы бар, сауабы бар, немесе бір жаңағы тектілік бар, мынау жақсы, мынау жаман деп емес, мынау
әр нәрсенің өзінің орны бар екенін білетіндей, өзіміздің сонау мыңдаған жыл, ол 100 емес, мыңдаған жыл бойы қалыптасқан ұлттық құндылықтарымызды жоғары көтеріп, соны бірінші ту еткен жағдайда жаңағы мінез қалыптасады. Сондықтан алаш идеясы әлі күнге дейін өзекті болып тұрғанда олар сол заманында ренессанс жасады да, олар ескінің кейбір дүниесін қалдырайық, жаңа заманның мынау қазақ газетінің символы киіз үйдің өзін түндігін батыстан ашады ғой, батыстың жаңалығын қабылдайық та өзіміз ұлттық демократиялық ел болайық дейді. Міне 100 жылдан кейін сол дүние қайтадан өзекті екендігін көрсетіп тұр. Сол тиімді жол, яғни бұрыннан келе жатқан мыңдаған жылдық ең асыл идеяларымызды сақтай отырып, негізгі элементтерін заманмен үндессек қана біз жаһандануда жұтылып кетпейтініміз анық. Бұл жерде мына қоса кетейін, мен толық сіңліммен келсем сөздермен. Мынау тұрақты даму мақсаттары деген бар ғой. Біріккен ұлттар ұйымының. Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттарының біз жақында сол алаңда жиналыста болды. Қазақстанда осы тұрақты даму мақсаттары қаншалықты орындалып жатыр, соның ішінде отбасыға байланысты сұрақтар болды. Қазақстанда өкінішке орай кедейлікпен күресу деген бір ғана бағытының орындалу индексі бар. Ол да қатты үлкен емес. Ол бірінші мақсатқа келеспесем. Жоқ, үшінші мақсат болып келеді. Сол себепті бұл жерде жаңағы тұрақты даму мақсаттарының қай-қайсысын алсақ та, сол біздің ұлттық құндылықтарымызды осыған әкеп тіреуге болады. Соның астарынан табуға болады. Ұқыптылық та бар, табиғатты мысалы қорғау да бар, жаңа қуат көздері дейсіз ба, қайсы бірін алсаңыз да, жаңағы Алма ханым айтқан нәрселердің барлығымен байланыстырып отыруға болады. Негізі біздегі мына қоғамда болып жатқан, осы тақырыпты қайта-қайта көтеруімізге себеп болып жатқан нәрселердің көбісі бұл жайсыздықтар екенін айтуымыз керек та. Қоғамды дүрбелеңге түсіріп жатқан жайсыз нәрселер көбейген сайын біз осы тақырыпты бізді құтқарушы қайық ретінде алып отырмыз. Себебі жақсы нәрседе, жаман нәрседе отбасында қалыптасады. Барлығы. Жемқорлықтың түбін қаза бастасаңыз, отбасынан шығады. Ұрлықтың түбі отбасынан шығады. Тәуелділіктің түбі отбасынан шығады. Немесе қандай да бір асыл қасиеттеріміздің барлығы отбасынан шығады. Сол себепті отбасы біздің анау құтқару бір қайықтар болады ғой. Сол құтқару қайығымыз. Қазір біз отбасындағы жағдайды түзесек, баяғы анау жауыр болған мақал бар ғой, отан отбасынан басталады, қадірі қашқан айта-айта. Негізі бұл мақал өте зор мақал. Сосын осы жерде мен айта кетер едім, мынау бізде қазір қоғамға төнген қауіп қатердің көбісі отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылық тағы басқалар. Енді құндылықтар аясында өкінішке орай біз осыларды болдырмау туралы ойлануымыз керек та. Бұлардың барлығын қазір қарасақ, біз бір қауіптің барлығы ер адамдардан төніп тұрған сияқты да, балаларға да, әйел затына да. Бірақ маскулиндік деген бар ғой, мысалы қоғамның ер адамдардан күтетін қандай да бір қағидаттар бар. Осы біздің өзіміздің әр өңірдің өзінде әртүрлі ол. Мысалы оңтүстікте мынандай нәрсе бар, әйелдің айтқанын істеп кетпеу керек. Солтүстікте ол кішкене бәсеңдеу. Ал егер жаңағы әйелі ақылды болып тұрса, неге оның айтқанын істемеске? Әу баста ер адам әйелін таңдағанда, жарын таңдағанда, ол оның қабырғасы ретінде жүрегін қорғап тұратын, ол сол қабырғаның қисқығына қарамай оны қорғау керек. Мысалы, солай екеуі бір-біріне аманат ретінде алынады ғой. Осы орайда келгенде мен айтар едім, бізде мына некеге жауапты қарау мәселесі туралы көбірек айтылу керек. Өткенде әлеуметтік желіден бір жақсы әңгіме оқыдым. Біз бәріне үйретеміз балаларға. Қалай, кім болу керек, қандай мамандық таңдау керек, барлығын үйретіп келеміз да, қалай жар болу керек екен, онша кімді алу керек екен, құлақ аспаймыз. Бұрын қазақы отбасыларда мысалы отбасылар ата-аналары араласа отырып жар таңдасатын болған, өйткені олар үйлесімді біледі. Қазір біз бәрін махаббат, сүйіспеншілік тағы бір нәрсеге әкеп тіреміз да, оның ғұмыры кейде емес, көп жағдайда қысқа болып қалып жатқанда жайы бар, өкінішке орай. Бұл әрине бірінші кезекте сүйіспеншілік болу керек, бірақ тектілікті, жаңағы балалар туралы ойлайтын болсақ, ұрпақ туралы ойланған кезде, одан да әрбір стратегиялық жоспарлар болу керек сияқты жастарда. Оны үйлену дейтін ол бір үлкен процесс, оған бір үлкен жауапкершілікпен, біліммен келу керек сияқты, солай бір дайындықпен.
жаңа жаһандануды айтатын болсақ та, бұл жерде барлығына ортақ бір гендер мәселесін көтеруге болады. Жаңа отбасы біздің институттың тағы бір зерттеу бағыттарының бірі осы гендерлік зерттеулер. Бұл жерде енді өкінішке орай қазір жаңа сіз айтқандай ер адамдарға қатысты көп сын бар, көп пікір бар. Осы тақырыпта ары қарай қазылай берсек, гендерлік теңдікке қатысты да ой қозғау керек секілді. Өйткені жарайды, ол ұлттық құндылықтарда болсын, жалпы адамгершілік тұрғысынан болсын, жаңағыдай біреуді ұрып соғу болсын, біреуді екіншісінен төмен ретінде санау болсын, бұл жалпыда дұрыс емес қағидат қой. Енді ол біреулер дәстүрге, жаңағыдай ұлттық құндылықтар деген секілді бір стереотиптерді айтады да. Бірақ шындығына келгенде біз білеміз ғой, қазақ даласында қандай аналар болған, әйел адамдар болған, олар жаңағыдай жауға да шапты, төрелікте, билікте айтты. Мысалы жаңа алаш мәселесін көтеріп отқан кезде, алаш зиялыларының көтерген мәселелерінің бірі осы әйелдердің бас бостандығы, таңдау еркіндігі мәселелер ғой. Қазір мына сол кездегі мәселелер қарап тұрсаңыз 100 жыл өтті. Қазір қандай біздің жағдайымыз? Біз қазір гендерлік теңдік мәселесінде не ойлап жатырмыз және оны қалай жүргізуіміз керек десек те болады шығар. Бұл енді білеміз, мысалы Астана, Алматы секілді үлкен қалаларда өзгеше жағдай. Ал мысалы өңірлерде, ауылдарда, ол жақта мүлдем басқаша көрініс болатын секілді. Жақында мен бір зерттеу нәтижесін көрдім. Ол зерттеу бойынша, дүние жүзі бойынша жоғары білім саласында, жоғары білім алып жатқан студенттердің үлес салмағы бойынша қыздардың көп оқитыны жөнінен Қазақстан бірінші орында екен. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бірақ оның ары қарай мотивін зерттегенде онша көңіл көншітпейді. Іс жүзінде де-факто өте жақсы, қыздарымыз бізде көбірек оқиды. Тіптен Европаның елдерінде ондай емес, шығыс елдерін былай қойған уақытта. Сонда қазақ қызын оқытады екен, жоғары білім беріп. Ол өте жақсы, Азияның ішінде түгіл әлем бойынша. Ал бірақ не үшін оқытасың деп сұрақ қойған уақытта, кейін ажырасып кетсе өз-өзін асырай алу үшін деп жауап берген пайыз көбірек орын алған. Осы жағына келген уақытта біздің басқа проблемалар көрініс табады. Өкінішке қарай осы құстың екі қанат десек, ата-ана деген, ол бала өмірінде де, жалпы қоғам өмірінде де өте маңызды. Басынан әуел бастан Алла тағала ерді және әйелді бірге жаратқаннан кейін, ол екеуі бір-бірінде жоқ қасиетімен бір-бірін толықтыратын пазлдар деп санаймын. Және де ұлды тәрбиелеймін десең, жаңа әкесіне қара, қыз тәрбиелеймін десең, анасына, ұлтты тәрбиелеймін десең, анасына қара дейді ғой. Ал Мағжани дейді педагогикасында, қазақ анасының мәртебесін көтермесек, құл ұрпақ тәрбиелейміз дейді. Құл ұрпақ. Яғни біз рухани тұрғыдан кемел, толыққанды қоғамның мүшелерін дайындау үшін бізде әкесі қандай білімді болса, анасы сондай білімді болу керек. Ал ол кішкентай кездегі отбасыдан басталады. Осы отбасына келген уақытта бізде мынада екі мәселе бар. Негізі бұрын ондай болмаған. Тарихта қарасақ, мыңдаған жыл бұрын, сонау Томирис кезінен қарасақ та, ханшайымдар болған, жаңағы патшайымдар болған. Одан бері қарайғы 18-19 ғасырда Қазақстанға келген батыс зерттеушілер туралы Зира Наурызбаева этнограф деректер келтіре келе айтады. Мынау келіп Маңғыстау елінде болған жаңағы саяхатшының жазбаларында таң қалдым. Әйел кісі тамақтарын дайындап үй шаруасымен жүргенде таңнан кешке дейін баласын алдандырып ойнатып отырған әкесінің махаббатын көрдім деп жазады. Сонда біз Европаны таңғалдыратындай сол кездің өзінде баланс сақталған, отбасындағы гармония. Бұл сенің баланы ойнату маған ұят, өзің ойнат деген секілді, немесе мен қарамайым, мен түзде жүремін деп сыртқа кетіп қалмаған. Мейірімін сол кезде ақ берген, ол кәдімгі нағыз толыққанды қалыптасқан дүниелер болған. Бірақ біз содан айырылып қалдық. Оған әртүрлі әлеуметтік катаклизмдер әсер етті. Ол деструктивті идеология бір жағынан алғанда әсіре
қызыл тез оңар деп тым қатты кейбір діни постулаттарға қатты ұстанған уақытта бүйректен сирақ шығарып асыра сілтеп жіберетін жағдайлар болған. Екінші жағынан алған уақытта мынау қыз бала кейін оқи алмай қалады ғой деген ол бері қарайғы мына кезеңде ұл сен көмір тасысаң да басқа бір амалын жасайсың деп ұлдарды оқытпай тастаудың да кейін олардың әке болып қалыптасқан уақытындағы кішкене санасы деңгейінің төмендеуіне әкелді. Және де әсіресе мына әлеуметтанушылар айтады, бергі осы өзіміздің тарихтағы соңғы беттерінде жігіт пен қыздың жасы бірдей болғанмен білімімен өресі сәйкес келмей қалған. Өйткені ұл бала үшпен оқыса да жаным күнім аман есен бола бер, сен көмір тассаң да үйтсең де бүйтсең де жағдайың болады, адам болып кетесің дейді да. Қыз бала сен ананы да білу керексің, мынаны да білу керексің, ана үйірмеге де қатысу керексің, сабағын бәрін жақсы оқу керексің дейді де, деңгейі болмай қалады. Сосын ол қыз бала өзінің деңгейінен ол азамат таппай, тіптен шетелдіктерге тұрмысқа шығатын қыздардың да пайызын өсіп кеткендігі деңгейлес, қатарлас ұл мен қыздың тәрбие балансында, білім балансында сақталынбауы деп айтады. Гармония жоқ. Осы тұрғыдан алған уақытта осындай бір әртүрлі деструктивті болсын, идеологиялық қателер болсын, немесе бір әлеуметтік түйіндердің барлығы қай жерде гармония болмайды, қай жерде құстың екі қанатындай бірге дамымайды, ол жерде осындай дисбаланс, осындай салдарлар болатындығына көз жеткіземіз. Қазіргі кезде әрине деструктивті лек соңғы 20 жылда тағы да бірнеше рет бізді өкінішке қарай шайып өтті кейбір жағалауларымызды. Соның салдарынан қайтадан жаңағы бір әйел затын екінші орынға сырып қою деген секілді, немесе басқа бір дүниелермен шектеу деген секілді белең алып жатыр. Бірақ Құдайға шүкір, енді ұлттық өзегіміз мықты, оған дес бере қоймайды деп үміттенем. Қалай дегенде де біз бір нәрсені анық түсіну керекпіз. Анасы мен әкесі қатар мықты дамыған отбасында ұл мен қыздың да деңгейі бірдей болады. Және ол келесі буындағы сондай сапалы, өрелі ұрпақтың дамуына әсер етеді. Сондықтан оған мән бермей қарауға болмайды. Алаш кезінде де не үшін әйел кісінің жаңағы бағдарламасына дейін негізіп әйел теңдігі деп айтты. Өйткені әйелін оқытпайынша, қызын оқытпайынша ұлттың болашағы бұлыңғыр екенін олар жақсы түсінді. Қошке Кемеңгерұлы алғашқы пьесалардың бірі Алтын Сақина не үшін жазды? Сонда Сақинаны бермедім деп дауыс шығарып, әйелін ұрып өлтіргеннің ар жағы не болған? Сүйіспеншілікпен қосылған жұптың өзі жаңағыдай болмайтын бір қасаң түсініктердің салдарынан бүкіл отбасының ойрандауына әкелуі мүмкін деген сол кездегі зорлық зомбылық мәселен әлі күнге дейін бізде өзекті болып тұр. Соның барлығының әлеуметтік, психологиялық, идеологиялық өте көп себептер жатыр. Және соны қазіргі кездегі біздің әлеуметтанушылар, идеологтар, этнографтар бір тұжырым жасай отырып, мемлекеттік жауапты қызметкерлер осыған байланысты бір бағдарламалар жасап, алдын алуға қазір кіріспесек, ертең кеш болуы мүмкін. Әрине бізде потенциал, әлеуетіміз өте зор. Ол жағын алған уақытта жаңа Баян ханым айтқандай тегіміздің мықтылығы да мүмкін әсер еткен шығар. Негізі мына 20 ғасырдағы әлеуметтік катаклизмдерден біздің ұлт жойылып бітуі мүмкін керек еді негізі. Теорияға салсақ 80% ұлт жоғалған уақытта ұлт жойылады негізінде. Бірақ енді одан аман қалғаннан кейін енді сол қазыналарымызды ашып заманға сай бейімдеп жаңағы әйел кісі, ер кісі қайсысы мықты деп отыратын заманда емес, екеуі бірігіп қандай құндылықтар жасай алады деген көзі ашық, көкірегі ояу түсінікке келетін уақыт әбден келген шығар. Дұрыс айтасыз. Мына Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанында біз енді құрылымдық кеңес қой, консультативтік аналар кеңесі. Аналар кеңесінің негізгі жобасы республика бойынша жүзеге асырып жатқан мәдениетті ана, мәдениетті ұлт деп аталады. Яғни ана дегеніміз ол былайынша үйдегі әрі медиатор, әрі модератор дейміз ғой, жаңағы бәрін үйлестіріп отыратын, ер адам дүздің адамы деп айтамыз. Қазақтың қайсы бір сөзін алсаңыз да, мысалы, әке асқар тау дейді, ана мөлдір бұлақ, бала жанда құрақ. Енді осыны былай кішкене философиялық тарататын болса, ол өздері орындары айқындалған. Әрқайсысының өзінің функциясы атқаратын жұмыстары бар. Бірақ жаңағы себебін жаһанданудан іздейміз, себебін анадан, мынадан іздейміз. Негізі бізде ер азаматтарды дүздің адамы деп қабылдайды ғой. Дүзде жүреді, асыраушысы, отбасының қамқоршысы деп. Бірақ қазіргі бұрынғыдай мысалы бәрі бірден жылқы бағып жүрген жоқ, немесе аң аулап жаңағы балық аулап жүрген жоқ. Мысалы дүзде азынан кешке дейін жүрген ер адам жоқ. Біз өңірлерде болған кезде мынандай жағдайлар көп кездесті. Мысалы көп балалы аналар шу шығарды ғой, осы бір қайта болды ғой сондай оқиғалар, толық отбасылар. Сосын біз сұраймыз, сіздің жолдасыңыз қайда? Жолдасым үйде.
қанша уақыт болды үйде? 6 ай болды, 9 ай болды, 1 жыл болды. Олар неге үйде? Олар өздеріне ұнайтын жұмыс іздеп жатыр дейді. Жұмыс таппай жатыр. көп ондай. Иә. Сонда қалай ол адам сонда ол 6 ай, 9 ай, 1 жыл ол тамақ жеп отыр ғой? Ол үйде. Сол балалардың жаңағы әлеуметтік көмегі, АСП дейміз, солардан нәпақасын жырып ол жеп отыр. Иә, жұмыс іздеген болып. Оған сол ыңғайлы неге еніп алған. Біз осы орайда ұлды тәрбиелеумен көп айналысуымыз керек деп ойлаймыз. Біз негізі байқайсыз ба, біздің тәрбиеде біздің мақал мәтелдеріміз болсын, мынау әйел адамға, қыз балаға көп жауапкершілік артады. Енді қарапайым ана тілі деген сөздің өзін алатын болсақ, алысқа бармай. Мысалы, әлемде қателеспесем бірнеше ғана ел ана тілі деп солай айтады екен. Қалғандары баба тілі, туған тіл, мысалы орыстар родной язык деп айтады, мысалы солай айтады да. Біз тілден бастап, онымен қатар мынау әйел адам жақсы болса төрге сөйлейді, жаман болса көрге сөйлейді, жақсы болса зор қылады, жаман қылса қор қылады, еркек бас, әйел мойын, мысалы. Алғаның жаман болса тағы сондай көп қой, мысалы. Сонда қарап отырсақ, ер адам бір сүйретіліп жүрген бір еріксіз, ырықсыз бір нәрсе сияқты да, олай етпеу керек. Мен енді ойлаймын, негізі бұл мақал мәтелдердің туына да бір заманауи бір себептер бар. Мысалы 90-шы жылдары жағы қоғамды аман алып шыққан аналар, бұны біз мойындауымыз керек. Ер адамдар біздің сондай соққыға қатты дайын болмады да. Одан бөлек, мысалы, мен айтар едім, ер бала отанның да, отбасының да егесі деген сынды бір сондай жігерлі ер балаларды жігерленде отырып жауапкершілігін арттыратын бір мүмкін сондай қанатты сөздерді көбейтуіміз керек болар. Енді бұнымен негізі ауыз әдебиеті мамандары айналысады ма? Бұрын енді заман талабына сай мақал мәтел барлығы туып отырған ғой, ішінде қалысы жоқ, оны мойындаймыз. Бірақ дегенмен жаңағыдай ер адамдарды, ер балаларды жігерлендіретін көбейсе. Отбасыларда қазір толық емес отбасы көбейгеннен кейін көп ер балаларды жалғызбасты аналар тәрбиелеп отырғаннан кейін мүмкін оның да салдары бар шығар. Әйелді тыңдап, әйелдің ығына жығылып, солай үйренетін шығар бала күнінен де. Ер адамдар көп нәрседе жауапкершілікті алса, мысалы ер баланы тәрбиелеу мәселесінде жігерлендіру. Кеше ғана бір орыс жазушысы Романовская дегеннің кітабын оқыдым. Сонда ер балаларға қатысты мынандай нәрсе жазылыпты. Енді біздің қоғамда бұл да көрініс тапқан деп ойлаймын. Мысалы, ер баланы әкесінің салған жарақаты көп жағдайда. Мысалы, ер бала әкесінен сондай қолдау күтеді екен. Ой, мен сенің балаң, менің ұлым болғаныңа мен сондай мақтанам, мынаны сондай тамаша жасадың деп арқасынан қаққанын ер балалар күтеді екен. Мен енді ер бала болмағаннан кейін осы туралы қатты бүйтіп айта алмаймын, бірақ соны өмір бақи күтеді екен олар. Ал сол айтылмаған жағдайда, ал бізде көбінесе кейде анау аюға намаз үйреткен таяқ болып кететін жағдайлар көп қой. Өй, еркек емессің ба, езісің ба, мысалы. Ондайға мүмкін біздің қазіргі замандағы ұлдарымызға басқаша көзқарас керек, басқаша тәрбие керек. Сосын жақында біз тренинг психолог, мына оңтүстік жақта бір жас психологпен жұмыс жасадық. Сонда жастардың көзқарастары өте жақсы, қазір байқайсыз ба? Өте сауатты, өте терең. Сол кезде олар әке мен баланың арасындағы альфа, Z жаңағы ұрпақтардың арасындағы келіспеушіліктердің түсіндіріп берді. Көптеген менің заманымдағы, мысалы менің көзқарасымдағы ата-аналарға да менің қызыммен келісе алмай жүргенім сол екен ғой деп өздеріне жауап алған ата-аналар көп болды. Мысалы біз айтамыз, қызым сен ертең бір жерге барғанда мына дым үйретпепті деп айтады. Пол жуып үйрен, тамақ істеп үйрен, еден жуып, мен де өзім қызыма солай үйретемін мысалы. Ал ол қыздар айтады, мама, мен өзімнің жасағым келген нәрсеммен жасап айналысқым келеді да, мен солай ақша тапқым келеді. Ал жаңағы үй жинайтын, тамақ істейтін адамдарды мен жалдаймын. Оларға ақша төлеймін, оларға ақша болады, ал мен өзімнің сүйіктісіммен айналысам. Ал біз үшін, біз өзіміздің кейде кішкене өзіміздің жасымызға сай, өзіміздің заманымызға сай бір қалыптарға балаларды тығып тастағымыз келе береді да. Өз призмамыздан қараймыз. Сол себепті балалардың мүмкіндіктері зор. Олардың өркениет заңдылығына сәйкес бізден гөрі олардың шекараларының кең екенін біз мойындауымыз керек. Мойындай отырып тәрбиелеуіміз керек. Оларды біз өзіміздің қалпымызға салып емес, мүмкін олардың мүмкіндіктер аясында
олардың толық қанат қаға білуіне сондай ықпал етуіміз керек деп ойлаймын. Гендер мәселесінде бала тәрбиесіне екі жақ бірдей араласу керек. Баяғы барлығын әйелге сырып қойып отыратын, әкенің образын да ана жасайтын солай кез өтіп бара жатыр. Осыған байланысты мен бірнеше жыл бұрын шыққан Бақытты келіншек кітабы деген жерде ұлға қандай тәрбие, қызға қандай тәрбие деген нәрсені қозғаған едім. Бізде қазір нағыз ұлдарға жауапкершілік арту жағы әлсіз екен. Боркемік, бойкүйіз, инфантилді жігіттердің көбейіп кетуі, бос белбеу, жауапкершілік ала алмайтын, отбасын құрып алып, ол кездегі өзінің рөлін сезіне алмайтын, біреудің айтқанымен айтақтап жүретіннің барлығы сол жауапкершілік артылмағаннан жаңағы айналайын өтіп кеткен, сен үшін мен істей салам, үйте тұр, бүйте тұр, демала тұр, шаршадың деген нәрсеге көп дүниені ысырып тастап, керісінше қыздарға сен міндеттісің деп олар қамқорлықтан гөрі жауапкершілікті көп болған уақытта жігіт қыздарымыз керісінше рөл осындай кезде сәл алмасып кеткендіктен ол біраз зиян салдарларға келіп соқтырды. Мәселен, мен әпке деген феноменді байқаймын қоғамда, қазақ қоғамда әсіресе. Үлкен әпкесі болса тіптен қиын, барлығын сен сүйреу керексің, сен екіншісі анасысың, осыларды жетілдіру мойныңда деген. Мен өзімде бір құрбым, мәселен, сол інісін қалай 17 жасында қасында алып келді, әлі ертіп келе жатыр. Інісі оны жетілдірді, үйлендірді, енді ары қарай асырау мойнында, ал қыз әлі өзінің өмірден орын тапқан жоқ. Отбасын құрмады мәселен. Сол секілді мен сондай 4-5 жағдайды білем, жақын біреумен алыс араласам, бірақ әйтеуір танитындардан. Сонда бұл бір бізге қалыптасқан бір қасаң стереотип болып тұр да, әпкесің бе, бәрі мойныңда деген секілді. Яғни негізі ол ер азаматқа жарасатын нәрсе. Мысалы, мен әкем үйінің үлкені, 10 баланың үлкені. Ол 3-4 баланы атам үлгерді, соғыс көрген атам, одан кейін денсаулығы жарамай қайтыс болып кеткеннен кейін қалған 6-7 баланы жетілдіру әкемнің мойнында болды. Ол жарасында ер азаматқа. Ол табыскер, ол отбасы бар, ары қарай бәрін жайғастыра алады. Ал жаңағы әлі тұрмыс құрмаған қыз балаға бірде мойны іліп қойғаны екі жағдайға келеді. Тұрмыс құрған болса, отбасымен ажырасуына дейін әкелген жағдайлар бар. Өйткені сен тек бауырларыңа бере бересің деп, немесе солар деп жаңағы бірінші орынға қояды да өз отбасын екінші орынға сырт тастайтын. Немесе мүлдем отбасын құрмай, солай қартайып кетіп, енді туысқандардың үйінде жүрген мен 2-3 апаны білемін мысалға. Яғни бұл дерттің бізге жабысқанына кемінде 50-60 жыл болды. Мүмкін мынау соғыстан кейін, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ер азаматтар қырылып қалғаннан кейін, мүмкін сол жағдай әсер етті ме 70-80, оны енді әлеуметтанушылар нақты айта алады. Бірақ біз осы дерттен құтылмайынша, осы артығымен алған пайыз жауапкершілікті ер азаматтарға өз үлестеріңді өздерің алыңдар, белдеріңді буыңдар демейінше, мықты отбасылар бәрібірде аз болып қала береді. Ал бізде қазір үлкен проблема не? Отбасылардың ажырасуы. Ажырасқан отбасыда жеңімпаз болмайды, тек жеңілгендер болады. Балалар қандай қиын. Мәселен, бұрын бір сыныпта 2-3 баланың ғана біреу ғана біздің кезеңімізде тіптен біреу немесе ілуде біреу қалатын. Кейбір сыныптар болатын, ешқандай ажырасқан отбасы жоқ. Қазір мәселен біздің балаларда, мәселен мен үйдегі 5 баланың 4-еуі оқушы, солардың кейбіреулерінің сыныбында жартысынан көбінің ата-аналар ажырасқан. Және олар өздері бір оқшауланатын бір қоғам құра бастайды. Өйткені олардың көңілдері жарым, жүректері жаралы. Қайта олар жаңағы көпшілік қауымды алған уақытта азшылықтағы толық отбасыларын сынап нетін дәрежеге келген. Қараңыз, қандай парадокс. Сендер көп балалы отбасылар әке туралы тақырып қозғамаңдар деп шарт қоя бастайды балалар. Бұл өте қауіпті құбылыс. Сонда толық отбасындағы балалар өзін кемшін сезінетін жағдай. Бұл өте болашақта ол қандай салдарларға келетін болжау қиын. Сондықтан мен осы жөнінде отбасы психологы Ержан мырзадан да сұрадым өткен жол. Бұны мен қалай алдын алуға болады? Баламызға қалай көмектесе аламыз? Сен толық отбасы болған үшін намыстанба, немесе одан ұялма деп айтудың өзі ақылға қонымсыз ғой. Ал бірақ ар жағына қарасақ, қаншама жауапсыз, немесе бір жағына жауапсыз отбасы деуге де келмейтін секілді, ұрып соғып, одан бір-бірін майып қылып жатқаннан гөрі мүмкін ажырасып кеткенде дұрыс дейді кейбіреулер. Сонда оның ар жағында отбасын жаңа құрудағы жауапкершілік, ал оның ар жағында кішкентай кезіндегі құндылықтардың дұрыс қалыптаспауы. Жауапкершілікті әркім өз үлесінің ең болмаса 50-50 бөліп алмай, көп пайызын қыздардың мойнына іліп қою, бұл доғаратын кез келді деп санаймын. Жаңа әпке феномені болсын, қыз баланың мойнына көбірек жүк арту, қыз баладан көп нәрсе талап ету дегенді, ұл балаға деген жауапкершілік, қыз балаға деген қамқорлық деп өзгертпейінше, қоғамның ілгері басуы қиын шығар.
Иә, келсем. Жақында бір жасөспірім баламен сөйлестім, толық отбасынан. Өмір бақи өзі ес білгелі, мысалы әкесі тым қатал тәрбиеде ұстаған, жаңағы бала үркіп, қорқып, әр нәрсе істегенде, мысалы басынан біреу қойып қалатын сияқты. Сондай сезімде тұрады. Менің басымнан біреу қойып қалатын сияқты. Психологиялық травма. Психологиялық, иә, сондай жарақаты бар бала екен. Сол айтады, достарымның бәрі ажырасқан отбасылардан, солардың барлығы бақытты. Негізі әкесіз өмір сүрген бала еркін болады ау деп ойын түйді. Жаңағы сіз айтқан мәселе. Бұл жерде бұл баланы кінәлауға болмайды. Өйткені әкелер жауапкершілікті алу керек, әкелер жауапкершілікті арттыру керек. Жаңағы сіңліміз айтып отырған ер адамдар жауапкершілігін алу керек. Біз қазір былайынша айтқан кезде, сіз айтып жатсыз ғой, ажырасудан біз 5-ші орынға, алғашқы бестікке алғашқы біздің санымызбен алғашқы бестікке кіру деген бұл өте, енді былайынша біз қыл үстінде тұрмыз да. Осындай жағдайларда әдетте қай кезде де мына қазақ қоғамында айналып келген кезде аналар көп жағдайда алға сүйреп шығарып отырған ғой. Қазірде аналардың қолында күш бар. Ол күш мүмкін біз қасаң қатып қалған бір ер азаматтарды өзгерте алмайтын шығармыз. Бірақ үйдегі ұлдарымызға әсер ете аламыз. Осы тұрғыдан ойлану керек. Менің өзімнің ұлым келін деген қандай болу керек деп маған қызын әкеп таныстырғанда. Сонда мен айтам, келін бақытты болу керек. Сенің алған келіншегіңді сен бақытты ету парызың. Сенің жарғақ құлағың осы келіншек бақытты болмай, осы келіншектің тамағы тоймай, көйлегі көк болмай, балаларының бәріне жағдай жасамай, жерге тимеу керек, жастыққа тимеу керек деп мен ұлыма айттым. Негізі ұлым, біз енді өзіміз оңтүстікке жақын өңірден болғаннан кейін, ол басқаша жауапты күтті менен сәл. Мен келінге көбірек талап артады деп. Бірақ мен жаңағыдай жауап бердім. Анасы бақытты бала бақытты болады. Келсем. Иә. Ер азаматтар әйелді алған кезде соны бақытты қылудың амалын жасаса, ол өзі де бақытты болады. Оның балалары да бақытты болады деп ойлаймын. Осы жауапкершіліктің көбісін ер адамдарға берсек. Жаңа жоғарыда айтып кеткенімдей, біз қазір көптеген ер азаматтардың психологиясын өзгерте алмаспыз, бірақ біз үйдегі ұлдарымызды тәрбиелей аламыз, оған үлес қоса аламыз. Мен келсем, мына жауапкершілік дейтін мәселесі өте маңызды. Оны әртүрлі саладан көруге болады. Ол жұмыстан болсын, ол кәдімгі белгілі бір талаптарды орындауда болсын. Жаңағы айтып кеткен мәселеге қатысты мына ажырасу тақырыбында өзім қозғағым келіп отырған. Жаңағыдай 5-ші орын деп жатады, тағы бірдеңе деп жатады. Неше түрлі рейтингтерде әртүрлі орын алып жүрміз ғой. Ажырасуға қатысты жалпы тенденция сәл азайып жатыр дейді. Дегенмен сарапшылар оны бейресми некелердің көбеюімен деп айтып жатыр да. Яғни ол жақта бейресми некеде кім ажырасып, кім қосылып, тіркелмейміз, білмейміз. Осы мәселеде мысалы жаңағы қоғамдағы ұят деген айыптаулар бар. Жаңа сөз барысында да бір айтып қалдық. Кейде бір зорлық-зомбылыққа шыдап жүретін сәттерді осы ұятқа келіп тіреп жатады. Бірақ дегенмен де ұят дейтіннің орны бізде қазақта басқаша еді ғой. Осы ажырасу мәселесіне қандай триггер бар деп айтуға болады ма? Осы туралы ойларыңызды білгім келеді. Біз жақында мына Талғат Жақиянов деген әлеуметтанушы мырзамен бір жақсы сұхбат жасадық. Сол кісінің осы жерде ойын айта кетейін. Ол кісі әлеуметтік желіге бұл туралы жазған болатын. Бізге қазақстандық отбасы тұжырымдамасы деген үлкен концептуалды тұжырымдама керек деген. Мен келсем. Оған этнографтарды араластыра отырып, әртүрлі дінтанушыларды тіпті бұл үлкен сондай жүйелі, терең зерттелген жұмыс болуы керек деді. Біз бұрын мысалы туыстық қарым-қатынаспен отбасылық мәселелерді, тіпті жыныстық сауаттылық туралы да, жеңге қайынсіңлі, жеңге қайны деген өзара шешіліп отыратын мәселелердің барлығы енді мүлдем жойылып кетті демей ақ қояйын, бірақ оның үлес пайызы өте аз. Сол себепті отбасы құруда бір нақты толық ақпарат беретін, соның үстіне жыныстық сауаттылық, оның ішінде туыстық қарым-қатынас, бізде ешқандай қазір нақты тұрақты бір ақпарат жоқ. Әркім өзінің қалыптасқан отбасы моделі негізінде балаларға бере алғанын беріп жатыр.
дәл бұл туралы бізде бір зерттеулер толық сондай дүниелер жоқ. Сіздер жүргізіп жатсыздар, сіздер де осыған мысалы үлестеріңізді қоссаңыздар болады, ұйымдастырушысы болсаңыздар болады мысалы да. Ал ажырасу мәселесіне келетін болсақ, мен бағана жоғарыда айтып кеткен болатынмын, мына толық отбасы дегеннің мазмұнын толық адам қалыптастыра алатын отбасыға әкеліп тіреу керек деп ойлаймын. Толық адам концепциясы бар ғой, мысалы соған сай баланы тәрбиелей алатын, жұптық сандық сипатта емес, мазмұндық мүмкін сипатта сапалық мазмұнға ауысуымыз керек. Оған тағы да бүгінгі күні біз енді статистиканы күрт ауыстыра алмасақ та, біз әрден ойлануымыз керек. Отбасы туралы айтқанда біз 100 жылдығымызды, 1000 жылдығымызды ойлап отырамыз ғой, мысалы өткен. Отбасы деген ол ұрпақ жалғастырушы институт, былайынша айтқанда сапалы адам капиталын қалыптастырады. Сол себепті некеге жауапты келу, жаңағы отбасы тұжырымдамасы сияқты пәндерді мысалы мүмкін оқыту, бала тәрбиесі туралы әлі отбасы құрмаған жастарға көбірек насихаттар жүргізу, жыныстық сауаттылық мысалы, жауапкершілік туралы сондай бір үлкен жұмыстар жасалуы керек. Мысалы біз өңірлерде болған кезде бірден бір білім үйім, мәдениет ошағы болып тек қана мектеп табылады да, мектептен басқа ешқандай мәдениет ошағы жоқ ауылдар бар. Осы мектептерде мысалы ата-аналардың жұмысын қатты кіргізу керек. Оларды, яғни мектептің тәрбиелік шараларына ата-аналарды қатыстыра отырып, ата-аналардың белгілі бір деңгейде тәрбиеленуіне ықпал етуіміз керек. Өйткені мынау кейінгі 90 жылғы құндылықтар қандай болды? Тамақты тойдыру керек, балаларды киіндіру керек деген мәселеде өстік қой психологияда. Сол психология қазіргі балаларға бұл жүрмейді. Сол себепті ата-аналардың өзінің де көбісіне тәрбие қажет болып жатады. Мысалы бір жиналыстарға барған кезде мен сондай бір-екі ата-ананы көрдім. Кейін ой бөліскен кезде айтып жатты: ой, мынау мен солай жасайтын едім, бұным дұрыс емес екен. Мен үйге барғаннан кейін, яғни ата-ана тәрбиелік шараға қатыса отырып, өзі ана жерден тұжырымдама жасап бара жатыр да. Сондай білім мәдениет ошағы ретінде мектептерде ата-ана мен білім ұйымдарының жұмыстарына қатты бір серпіліс керек. Екі баррикадан екі жақ болмау керек. Бұл туралы оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев мырза мынау ассамблея мүшелерімен кездескенде ол айтқан болатын: бізге үлкен көмек керек, қолдау керек деп. Үштік одақ дейді. Үштік одақ. Білім ұйымдарына аналар кеңесінің кейбір өңірлерде, барлығы демейін, білім ұйымдарына кіргізбейтін кездерде болады. Онымен де келісуге болады. Кім көрінген келіп, әркім өзінің субъективті ой пікірімен бөліспеу керек. Оған арнайы дайындалған, ақпараты дайын, бес қаруы сайланған, оң солын таныған сондай адамдар барып балалармен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Ақыл ой толысқан дегендей. Енді мен ол жерде пікір қоса кетсем, жалпы ажырасу немесе отбасының сақталуына бірнеше фактор әсер етеді деп айтуға болады. Тек бір жақты айту қиын. Ең алдымен ол әрине моральдық дайындық, соған отбасын құруға дайын ба, дайын емес пе деген мәселе келгенде бізде не тым асыра сілтеп жүреді, 35-40-қа дейін жүріп қалып, сосын одан жатырқап үйренуі қиын болады. Не болмаса тым ерте үйленіп алып, бір жалп еткен сезімге елтіп алып, сосын одан кейін жауапкершілік сезінбей жатады. Ең бірінші түсінетін дүние, отбасы ол кішкентай мемлекет қой, сондықтан ол өмірлік серік, өмірлік таңдау жасап жатқаннан кейін осыған шын адам, дайын адамдар барса, ол әлде қайда ажырасудың алдын алар еді. Екіншіден, әлеуметтік жағдай, ол да өте маңызды. Әрине, кейбіреулер айтуы мүмкін, махаббат болса болды, ешқандай да басқа әлеуметтік жағдай маңызды емес деп. Бірақ біз адам болғаннан кейін, ет пен сүйектен жаратылғаннан кейін, тамақ тұтынып, киім киіп, осы қоғамның социумның бір мүшесі болғаннан кейін, ол да өте маңызды. Әрине, белгілі бір уақытқа дейін махаббаттың күшімен, сезімнің күшімен, табандылықпен, өзінің рухани күшімен сақталуға болады, біраз уақыт шыдауға. Бірақ бір пәтерден бір пәтерге көшіп қонып жүріп, баласы үнемі ауырып жүрсе, шырылдап, жұмыс таппай жүрсе, ол тоздырады ғой адамды, қажытады. Ол тұрмыс деген бәрібір қажытады. Сондықтан осы тұрғыдан алғанда жас отбасыларға бір демеу болатын, бір шын мәнде елеулі бағдарламалардың әлі күнге дейін нақты біздің демографиялық жағдайда бізге өте керек деп ойлаймын. Әлі күнге дейін жолға қойылмауы қынжылтады. Қалай дегенде де біз Дубайды аламыз мысалға, бірінші көтерілуіне пәленбай мың доллар береді екен деп, Ресейді аламыз, аналық капитал деп, әр балаға осынша береді екен деп. Бізде ең болмаса мынау 3 баладан кейін
міндетті түрде балабақшамен қамтамасыз етсе, иә, ең осы 3 баладан кейін бір кредиттің бір бөлігін жаңағыдай жабылатындай мемлекет бір мотивациялық, не болмаса қолжетімді баспанаға бір мотивациялық не болмайынша, бір үйде 5 бала өртеніп кетті, бір үйде 3 бала бірден газға тұншығып өліпті деген секілді жағдайы жоқ отбасылардың трагедиясы қайта қайталана береді де, оның өзі Құдай сақтасын, мен үйтіп жүргенше одан да қазір бөлініп кетіп, әкемнің қолына, шешем қолына бара салайын деген секілді бір үстіртін шешімдерге итермелеуі мүмкін. Өйткені Маслоу пирамидасы бойынша бәрібір де рухани құндылық пирамиданың үстінде ең базасында ол кәдімгі әлеуметтік тұрмыстық жағдайлар. Сол бірінші қажеттіліктерді өтеу жөнінен мемлекеттегі менеджерлер әлде кішкене өнімді еңбек етіп, бір тиімді стратегиялардың бағдарламасын қабылдау керек деп санаймын. Одан кейінгі жағдай бұл рухани мазмұн болса, сол жағы жетіспей жатады. Бірін-бірін қолдау. Екі жұп деген бір команда ғой. Ол бірін-бірін үнемі дамуға үндеп отырмаса, бір-бірінен тез жалығуы мүмкін. Адам деген әлеуметтік біз құбылыспыз, сондықтан ол бір-бірінен жалықпас үшін өмір бақи махаббаты сыйластығы қимастыққа ұласып, жаңағы гауһар тойға дейін, алтын тойға дейін бәріне жету үшін адамда үнемі бір даму болу керек. Кім алға дамымайды, ол кері кетеді. Сондықтан осы тұрғыдан келгенде ерлі зайыптылар бір-біріне қолдау білдіріп, бірін-бірінің дамуына, бірін-бірінің ары қарай білімін жетілдіруіне, бір-біріне қызық болуына септессе, ол жерлерде де отбасы берік болады. Ал ол жағынан сәйкес келмейтін, немесе бірін-бірін түсінбейтін, немесе бірін-бірін қызғанғандықтан тежеп отыратын отбасылардың да болашағы баянда болмай жатқанының куәсі боламыз. Одан кейін мынау кейіннен пайда болған бір стереотиптер бар, маған сол онша ұнамайды. Бір нәрсе болса, ата-анасының ажыратып алуға құмар болып тұруы, отбасының ішкі мәселесіне араласуы, олар жаңадан қосылған отбасы болғаннан кейін, бір мысалға дәнді де жерге еккеннен кейін оның төбеге қарай бір жару үшін бір уақыт керек қой, белгілі бір дәрежеде. Оған бірнеше фактор әсер етеді. Жылы жаңа топырақ болу керек, нәр болу керек, су керек, күн керек деген секілді. Сол факторлардың бәрі болмай жатып, оны түртпектей беріп, неге өспей жатсың деп ақырсы дәнді жұлып алғаннан мысалға пайда жоқ қой. Сондықтан осылай отбасының ішкі дүниесіне араласу жағынан да бізде мәдениет әлі дамымай жатыр деп ойлаймын. Мәселен, тіптен тойда сөз сөйлеп тұрғанның өзінде саған тапсырдым қызымды, егер деп тұрып сондай бір қыр көрсетіп кететін, соның өзі бір дық қалдырып қояды да, әуел бастан отбасы енді құрылып жатқан кезде. Сол жағына келгенде үлкендер ең болмаса сөзіне жаңағы жауапкершілікпен қараса, әркім өз баласын қорғау емес, керісінше келінін қызым деп, жаңа күйеу баласын ұлым деп, мысалға мынандай қыздың шешесі ұлды жақтап тұрса, ұлдың шешесі қызды жақтап тұрса, ол берік болады ғой, екі жақ бір-біріне айқасып тұрып, жақтасып тұрған уақытта. Ал бізде қалай, әркім өзінікі жақтайды, екіге ажыратып кетуге дайын тұрады, ішіме сыйған балам сыртыма да сияды деп басталады. Сондықтан осы жағына келгенде үлкендердің жауапкершілігі де үлкен рөл атқарады деп ойлаймын. Және де қарапайым азаматтық позиция, мемлекеттік дәрежедегі жауапкершілік отан отбасынан басталса, менің отбасым берік болса, мемлекетім де берік болады. Менің балаларым жетім болмаса, олардың жан дүниесі жанданып, кейін олар кемел, жақсы отбасын құруға қабілетті болады деген кішігірім жеке индивидтік жауапкершілік болса, осы факторлардың барлығы отбасының сақталуына әсер етер еді деп ойлаймын. Жаңағы толықтыра кетейін, мысалы қыздарға да қатысты айтып жатады ғой, сен өзің бақытты болу үшін емес, елді бақытты болу деп бір кішкентай шынашақтай қызға бүкіл елдің бақытын байлап қойып жатады тойда. Сөйлеген кезде жауапкершілікті артқанда да артып. Дұрыс айтасыз, ересектер сөздеріне абай болу керек, бірақ жаңағыдай әрбір отбасы бұл жеке тарих, жеке жағдай. Бір-бірін мүлдем ұқсамайды. Мысалы, оңтүстікте әсіресе тағы айналып келіп оңтүстікті көп айтамыз. Сол барған жеріңде өл дейді. Өлігің сол жерден шықсын дейді, мысалы. Өлігі сол жерден шығып жатады. Өкінішке орай күйеуінің қолынан. Ол ақпаратты да дұрыс қабылдайтын күйеу бар, бұрыс қабылдайтын күйеу бар. Сөзбе-сөз қабылдайтын. Иә, сөзбе-сөз қабылдайтын күйеу бар. Осы орайда да мысалы, ішкі нәрсеге мынандай жағдайларда қоғамда болып жатқан естіп отырып, араласпай, бақытты болыңдар, көріңдер өздерің дегеннің өзінде қыздардың тағдырының талқан болып жатқан көріп отырған ата-аналар еріксіз араласып кететін жағдайлар бар. Қорқады ғой қыздар үшін, ол ішінен шығарып шыққан баласы ғой. Тағы айналып келіп, ер баланың жауапкершілігін күшейту. Бұл жерде не де болса отбасына қамқор болып, соны жылытып,
соны қанатының астына алып, соны қисық қабырғасын түзеймін деп жүріп сындырып алмай, абайлап ұстайтын бір ер азаматтардың жауапкершілігін көбейту керек ау деп ойлаймын. Қыздардың, әйел адамның өзі заңдылығын табиғи болмысында бар ғой, тәуелді болғысы келіп тұратын. Бірақ ол іштей мойындалған жағдайда. Ер адамды іштей сыйластықпен, ер адамға экономикалық тұрғыдан, ер адамға сүйіспеншілік тұрғысынан, махаббат тұрғысынан іштей мойындаған әйел, ол ер адамнан асып ешқайда бармайды. Біздің қазақтың қыздары әсіресе. Мына Кавказдың әдемі мақалы бар, маған сол өте қатты ұнайды. Қыздарының, әйелдерінің арын қорғай алған ел барын қорғай алады дейді. Бізде өз қызымызды, өздерінің қыздарындай қыздарды қор етіп жүргенде адамдар, бар азаматтар өкінішке орай. Бізге үлкен жұмыс жасау керек. Бұл 1 жылдық, 2 жылдық, 10 жылдық жұмыс емес, мүмкін бұл 100 жылдық жұмыс болуы мүмкін. Бірақ сондай стратегиялық жұмыстар керек бүгінгі таңда. Дейсің, осы жұмыстар деп жатырмыз ғой, сол жерде нақты бір мысалдары бере аламыз, яғни тәрбиелейміз дейміз, құндылықтар дейміз, жауапкершілік дейтін құндылық, жауапкершілік алу деген құндылықты енгізуіміз керек дейміз. Ал оны біз былай программалайтын, бір код жазатын құрылғы емес қой. Яғни оған біз ұзақ уақыт бойы бір кішкентай шаруаны істеп тапсырып, сөйтіп үлкейте беріп жеткізу керек пе, әлде жаңағыдай үлкендердің мысалында беру керек пе, әлде ол жаңағыдай ата-баба дәстүрі немесе жаңағы жырлар, түрлі тақырыптар арқылы беру керек пе, ол қалай беру керек, және қайсысын мысалы қалай берген дұрыс деген сұраққа қалай жауап береміз? Бұл мысалы кешенді жұмыс қой. Иә. Бұл мәселеде міне нақты біз эпос жырлар арқылы тәрбиелейміз, немесе нақты бір осындай бір формада тәрбиелейміз деген әңгіме жоқ. Қазіргі таңда балалар отбасынан гөрі ортасында көп тәрбиеленіп жатыр. Жақында бір конференцияда мынандай мақалдың бұрмаланған мақал айтылды. Бұрын ұяңда не көрсең ұшқанда соны ілетінен, қазір ұялы телефонда не көрсең ұшқанда соны ілесің деген. Өкінішке орай мойындауымыз керек, бұл бар біздің қоғамда. Сол себепті міне мынау дейтін нәрсе жоқ. Жағы айналып кеп өзімнің мүдделес әріптес Талғат Жақиянов мырзаның мен ойына қосылам. Бізге қазақстандық отбасы тұжырымдамасы деген бір концептуалды бір шешімдері бар, үлкен жұмыстар керек. Оның ішінде сіз айтқан барлық аспектілер кіру керек. Барлық аспектілер. Аналар кеңесінің жанынан мысалы отбасы құндылықтарын дәріптеу бойынша ұсыныстар айтылды. Мысалы ауылдық жерлерден оған қаржы да талап етілмейді. Мысалы ауыл әкімдері ұйымдастыратын жұмыстар алтын шаңырақ, күміс кереге деген әр жыл сайын отбасыларға беріп отыру. 50 жыл бірге болған отбасыларға. Оның ішінде мысалы көп балалы деген кезде мынандай бір әзіл шыны аралас анекдот бар екен. Менің бір жаңағы құрбым айтады, 6 балам бар менің десем, мақтанып. Біреудің 8 баласы бар екен. Біреудің бәрі менен озып кетті. Содан кейін менің 6 балам бір күйеуден деп айттым дейді. Иә. Содан кейін барып көбісі менен қалып қойды дейді. Мысалы, осы жағдайда бір жақты қарайтын нәрсе емес бұл. Отбасыларды дәріптеген кезде азамат тәрбиелеген отбасы деген бір нәрсе тұру керек та. Біз ана естеріңізде болар, мысалы қызылордалық жігіт баланы құтқарып қалды. Иә? Сондай кездерде ол баланы кім тәрбиелеп шығарды? Қарапайым құрылысшы бала, күн зорға көріп жүрген, қайтсем де осы әйтеуір отбасымды асыраймын деп келген бала, сондай өзінің үлкен адамгершілік қасиетінің арқасында, сондай тәрбие темірқазының мықтылығының арқасында жан-жаққа танымал да болды. Ол батырлық туралы бір танымал жұлдыз болайын деп ойланған жоқ. Онымен ол кезде ол баланы қозғаған тек қана оның адамгершілігі. Баланы құтқарып қалу керек. Оны тәрбиелеп шығарған кім? Отбасы. Осындай отбасылар туралы біз жиі айтсақ, сосын біз жаңағы тастанды әке, баласын тастап кеткен әке, алимент төлемейтін әкелерден гөрі Қазақстанда 70 мың жалғызбасты әке бар екен. Әйелдер тастап кеткен. Балаларымен қосып. Сондай әкелер туралы, жақсы әкелер туралы бір бағдарламаларда, медиа жобаларды көбейтсек, ақпараттық. Жақсы әкелер туралы, әкелердің образын қалыптастыратын, балаларды соған жігерлендіретін. Сондай образдар қалыптастырсақ. Мақсұтбек Айтмағамбет мырза қазір мынау республикалық әкелер қоғамын басқарып жүрген кісі бар. Ол кісілер
білім ұйымдарымен қатты жұмыстар жасап жатыр. Қазір өңірлерде құрылып жатыр. Айналып келген кезде бірігіп жұмыс жасау керек. Нақты бұның бір форматы жоқ. Көп векторлы жұмыс қой. Жаңағы бізде әрқайсысының өзінің рөлі бар. Мәселен, тарихи мықты тұлғалар туралы немесе тіпті өзінің шежіресінде әр қазақты зерттеп қараса, 7-ші атасына дейін міндетті түрде бір би немесе бір батыр шығады. Сол дүниелер не үшін керек? Бұрын мен өз басым жеке ол не үшін өзінің руымен мақтану үшін бе деп мен тіптен ондайға қарсы болатынмын. Кейін мына тектану деген ілімді бір жақсырақ үңіліп қараған уақытта өзінің ұлттық кодын ашу үшін ол да керек екен. Жалпы ұлттық форматта ұлттық құндылықтарды және де өзінің күшіне сену үшін өзінің желісіндегі ата бабасын тану, ол өзіндегі денесіндегі ДНК-сындағы сол ақпаратты жаңарту үшін бір сілкінті болған шоқ беру, маздату үшін шоғын сол үшін қажет. Ал ата-анасы үйіндегі ол көз алдындағы модель. Сен балаңа не істеуді керек екенін айтпа, сен өзің істе, балаң соны қайталайды деген тұжырым бар. Сондықтан біз ондай бол, мұндай бол деп мысалға әкесі темекі шекпе деп өзі шылым шеккенмен бала оны тоқтамайды. Сен молдан істеген істеме, айтқан істе дейді. Ол бәрібір де қанша дегенмен де көз алдында қандай модель соны қайталайтынын ол дәлелдеп отыр. Сондықтан жалпы мемлекет ол тұрғыдан алған уақытта мерейлі отбасы секілді бізде сол байқаудың жеңімпазымыз мәселен. Сөйтіп былай қоғам алдына шығару жағынан бір соңғы 10 шақты жылда ондай модельдер ұсынып келе жатыр. Дегенмен бұл бір теңізге тамызған тамшыдай да әлде көбейту керек. Оның мультипликативті эффектісі қай кезде әсер ете бастайды? Ол үлкен экрандардан бір коммерциялық секілді жобалар болған уақытта, тек әлеуметтік жобалар емес. Сосын медианың негізі қазіргі кездегі рөлі өте маңызды. Мен медиа саласының маманы болғаннан кейін, ұзақ жылдар телевизияда жұмыс жасағаннан кейін бұны жақсы білем. Кез келген медиадағы бір ақпарат ол бізге тез сіңеді. Әсіресе мына визуалды және аудио ақпарат біріккен уақытта біздің көзімізде көреді, құлағымызда естиді. Сол кезде оның қоғамдық пікір туғызуға деген қабілеті күшейеді. Қоғамдық пікір қоғамдық санаға барады да, қоғамдық сана біздің іс-әрекетке жетекші бола бастайды. Яғни осы тұрғыдан келгенде қазіргі әлеуметтік желі, түрлі репрезентациялық комикстер бар, ойындар бар. Бізде әлі ойын жоқ. Осындай бір мотивациялық ары қарай апарып балаларымызға мынаны ойнашы, мақсатқа жетуді үйретеді дейтіндей ұлттық форматтағы заманауи цифрлық ерекшеліктерді ескерген қазір VR шығып кетті тіптен. Жаңағы жасанды интеллекттің түр-түрімен қазір неше түрлі жаңа тың дүниелер шығарып жатыр. Ал біз әлі тіптен сапалы анимация көрсетуге де дәрменсіз. Біз балапан телеарнасының бір бюджеті бір керемет танымал деген анимацияның бір сериясынан аспауы мүмкін мысалға. Қаражатын біз баланың тәрбиесінен бастап қоғамның тәрбиесіне дейінгі мазмұнды идеологиялық бір шын мәніндегі деректі жұрт иланатын дүниеден қаражатты аямау қажет деп ойлаймын. Өйткені бұл ұлттың санасы қалыптасып жатыр ғой. Ол жетекші болады сосын сол іс-әрекетке. Осы тұрғыдан келгенде репрезентацияны көбейту керек. Әртүрлі формада, біреуінде қысқа форма, лонг форм деген бар. Ұзақ лонг ридтерден бастап 3-4 сағаттық арнайы жобалар. Мысалға Наполеон фильмі жақында шықты. Ол француз ұлтының құндылығы үлкен экранға шықты. Ол 2 сағаттан асатын формасы. Ал оның толық нұсқасы 4,5 сағаттық. Ол арнайы YouTube стриминг кезінде беріледі деп, оны бүкіл әлем күтіп отыр мәселен. Ол жерде олардың ұлттық рухы, олардың идеологиясы жатыр. Сол секілді бізде де мысалға Оян қазақтың ұзақ форматы 6 сериалы болса, қысқа форматын шығарды. Көрдіңіздер, халық қаралай барды. Одан кейін қаншама жастардың пікірінің, тарихқа деген пікірін өзгертіп, кейбіреу өзіне деген сенімінің артқанын, өзін ұлтын мақтан көре бастағанын айтты. Ал мен кейбір азаматтарды білем, өзіммен қатар қыз өзінің қазақ ұлты болғанына өкінетімін дейді. Өзі бір қалада өскен, айналасындағы өзге ұлт өкілдерімен тек өзге тілде сөйлескендіктен, кейін сен жылайтын дейді ата-анама, неге менің көзім анаған ұқсамайды? Менің тілім бірдей, бет әлпетім мені кездері келтіріп тұр, мен осындай болғаныма өкінем деп, ол тіптен пластикалық операция жасауды ойлаған осы жақын уақытқа дейін. Бұл үлкен трагедия ғой, өзінен өзі жеріну деген. Ал жаңағыдай медиа құралдар арқылы өзінің рухын оятып қана қоймай, өзінің құндылықтарын бағалап, оны күнделікті өмірде қолдануды бастауға итермелейтін едік. Сондықтан да осы медианың үлкен пәрменін біз өкінішке қарай әлі толық пайдалана алмай отырмыз. Оны тек ойын сауықтық
ғылым тілімен айтсақ рекреативті мақсатта ғана қолданып отыр. Кейбір саяси кезде форматтарда да қолданады, ал оның идеологиялық ұлттық қалыптастырудағы модель болудағы рөліне аса акцент жасалынбағандықтан бұл кеңістік бос қалып тұр. Сондықтан осыны толтырып, осы тұрғыдан келгенде жақсы жұмыстар жасалса, өскелең ұрпақты да дәл осы қолындағы смартфоннан қарайды, тиктоктан қарайды, құндылықты. Қадамдар бар, жоқ деп айтуға ауызды құрғақ шөппен сүрту қажет емес. Қадамдар бар, Unknown қазақ деген мысалға жоба бар. Ол жерде де өзін тануға, орыс тілді қазақтардың өзін тануға деген талпынысы үлкен қазір жақсы нәтижеге жетіп жатыр. Сондықтан осындай қадамдар ол көбеюі қажет, үлкен масштабирование дейді, үлкен ірі жобаларға айналып, және түрлі форматтарда шықса, ол қоғамның пікіріне, резонансына, қоғамдық санаға тікелей әсер ететін қадамдар деп бағалауға болады. Рахмет. Жаңа смартфон секілді, жасанды интеллект секілді ақпараттық технологияларды қолдануға қатысып жатсыз ғой. Әлемдік практикада мындай нәрсе бар екен. Ата-аналарға негіз бала тәрбиелеуге арналған қосымшалар, жаңағыдай application. Олар іште мысалы 1 жастағы бала қандай қабілеттері болу керек, 3 жасында қандай нәрсе білу керек, 4 жасында қандай нәрсе білу керек, скиллстарды, қабілеттерді игеру қатысты берген екен. Яғни осындай нәрсені біз де өзіміз жасай аламыз ғой. Яғни 3 жасында ол білмеймін, айналасындағы жаңағыдай ағаштарды кішкене ажырата білу керек, бағдаршамнан өте алуды білу керек деген секілді. Және де білмеймін, жаңағыдай 3 жасында әнұранды айта алу керек деген секілді. Мысалы енді бізде әрбір отбасыда бар шығар, кішкентай балалар бірінші енді әнұранды айтып үйренеді деген секілді. Осындай бір технологияларды да қолдануға болатын секілді. Қазақша сапалы контент жоқтың қасы. Ағайынды Краустар, мен білсем, бізде мультипликацияны жасайтын. Жасап жүрген жоқ, Солында мен мысалы Алдар Көсенің қозғалысы баяу, өте анау бір жаңағы персонаждар қозғалып болам дегенше баланың іші пысып кетеді. Бізде қазақы отбасылардың өзінде балалардың тілі орысша шығып жатырған жағдайлар өте көп. Өйткені расында бала қызығатын, сен 10 жерден біз айтқанмен баланың жаңағы назарын алатын, жаулайтын дүниелер керек, сапалы. Сосын жаңағы айта кету керек, қазақ тәрбиені 2 категорияда бағалайды. Көргенді, көргенсіз деп. Біз сондай балаларды тәрбиелегіміз келеді екен, біз сондай нәрселер жасағымыз келеді екен, біз демек өзіміз сондай болуға мәжбүрміз. Біз бірінші кезекте өзіміздің санамыздан жұмыс жасап бастауымыз керек, ересектер. Мына қоғамның негізгі қызметі балаға арналу керек. Келсем, балаға қызметте ешқандай ақша аянбау керек. Өйткені біз айналып келгенде бәріміз кімнен сұрасаңыз да, ой, балалар үшін деп жатамыз. Қоғамның негізгі қызметі балалар. Біз бәріміз жабылып балаларға қызмет етуіміз керек. Отбасында, отанда, әлеуметтік желіде, ұялы телефонда не көрсең, соны ілесің заманға кеп қалдық қой. Демек біз өзіміздің қазақы өнімдерді, сапалы контенттерді көбейтуіміз керек. Осы тұрғыдан кейін өзім мысалымды айтып кетсем, үлкен баламыз 17-ге толады, кішісі 3-те. Сол үлкен қызды 2-3-ке келіп қалған уақытта балапан арнасы шықты эфирге, қатты қуандық, өте оңай болды. Онсыздақ сайрап тұрған қызымыз ары қарай жедел әріптер үйренді, санады. Ол кездегі мультипликатор өнімдер қазірмен салыстырғанда баяу, бірақ соның өзінің кезеңіне сәйкес. Қазір оны көрсек, біз қазір 2x қойып көреміз ол дүниелер, 1,5-2x қойып ютубта болса. Өз заманына сәйкес әдемі келді, бірақ балапанда тежелу пайда болды ма, әлде біз тез дамып кеттік пе, әртүрлі факторлар бар енді. Қазіргі одан кейінгі 14-тегі баламыздікінде қазақша шығару қиын болмады. Ал бірақ 12-дегі, 10-дағы қызымыздікіне келген уақытта қазақша шығару проблем бола бастады. Ортасы орысшаланып кетті. Сенесіз бе? Отбасында біз қазақша ұстап тұрмыз, ол барып, бақшаға барып, орыс достарыма бара жатырмын дейді. Сен қазақ тобында оқисың, қазақ тобына барасың десе, тобындағы балалар бұдан қазақша үйренді. Енді мына қазір 3-тегі қызымыздікінде керісінше ол ана жақтан орысша үйреніп келе жатады. Оған дейінгі балаларымыз ол жаққа барып қазақша болып айналасын үйірсе,
қазіргі ең кішкентай қызымыздікінде керісінше біз оның ана бақшадан келгеннен кейін паразит сөздерін тазалап отыруға мәжбүрміз. Неге? Өйткені ата-ана жаппай планшет қолына беріп қойып, смартфоны беріп қойып, ол жердегі ютубтың бірінші кезекте шыққан орысша каналдарын көре берген салдарынан тілдер жаппай орысша шығып жатыр. Және де біз үйде қазақша сөйлесеміз дейді, бірақ онымен қазақша 1-2 сағат ары кетсе сөйлесіп қалған уақыттың бәріне смартфон беріп қойғаннан кейін 10-15 сағат оны смартфон тәрбиелеп жатыр. Бірақ осы жерден келген уақытта өте жоқ деп айта алмаймыз. Мен жаңағы 3 жасар қызбен бірге оның тілін шығаруда енді кішкентай кезінен қасында болып бақылаған уақытта біраз каналдар бар екен қазақша контент тарататын. Тіптен дебилион форматындағы анимациямен шынайы адамдармен араласқан форматта да бізде Балафани, Бауырсақ ТВ деген, Көкілі бар, жаңағы Торғай ТВ бар, 40 шақты арна бар екен. Оның ішіндегі үндесіп, міне замандағы ең соңғы трендтермен келе жатқан 5-6 арна бар. Тасқын ТВ бар. Бірақ оның насихаты жоқ, сондықтан көбісі білмейді. Содан маған өзім қатарластарым хабарласады. Баламның тілі шығып келе жатыр, немесе 5-6-тағы баламның тілі қазақшадан ауысып бара жатыр. Қандай арна көріп жатсың, тез жіберші деп. ютубтан іздеп табу жағы қиын, және де оның насихаты аз. Мен өзіміздің шығарып жатқан ең трендтегі дегендер жүрсем, мынандай дүниелер жасалып жатыр екен ғой деп таң қалады. Қызым мені экранның алдынан шықпай сонымен бірге қазақша әнді үйреніп жатыр. Сапалы екен ғой, сапалы шыға бастапты ғой, сапалы киімдер киіп тез қозғала бастапты ғой дейді. Негізі анимация мамандары бойынша біздің Қазақстан әжептәуір деңгейде 30 анимациялық студия бар. Бірақ өкінішке қарай 30 анимациялық студияның 90% шетелге өнім дайындайды. Неге? Өйткені бізде оған олардың әр секундында лайықты қаражат төлейтін шама жоқ. Сондықтан біз енді үйреніп келе жатқан, қолын жаттықтырып алайыншы дегендердің өнімін ғана сатып алатын дәрежеде өзіміздің отандық медиа ресурстар. Ал ең керемет деген дүниелерді шетелдің тапсырысын жасап, 30 анимациялық студияның игілігін өзіміз көре алмай отырмыз. Шамның жарығы түбіне түспей отыр. Сондықтан қайтадан келіп ел боламын десем бесігіңді түзе деген тұжырымға қайтып келеміз. Баладан бастап өсіріп, ата-ананың жауапкершілігі, баланың тілі, дүние танымы, мәдениеті, осыған қайтып келеміз. Және де осы тұрғыдан келген уақытта қазір баланы қазақша шығару мүмкін емес дегенге мен міне деп балаларымды көрсете аламын. Ата-ананың еңбегі, табандылығы, жауапкершілігі. Сол кезде ғана кішкентай қызымыз әнұранды да айтады, қазақша ән де айтады, би де билейді. Және де ең бастысы қазақша контент тұтынамыз. Қазақша контент жоқ дегендердің барлығына мен мінекей деп көрсете аламын. Бірақ әрине сала мамандары осыны тізім қылып, жариялап, насихаттап, бір іздеу жаңағы бағдарламаларына салып қойса, әлде қайда жеңілдер еді, көп ата-анаға көмегі тиер еді. Бізге беріп қойсаңыз, біз өз қолымыздан келгенін жасап қояйық. Жақсы. Мен өзім тізімімді бере аламын, бірақ одан да көп екенін білем. Негізі өйткені тұңғиық мұхит қой, YouTube әлемі. Ал біз оны жаңағы 2 жылда мен тізген дүнием баламен бірге отырып. Сосын тек сол арналарды көрсеттім. Енді қазір мен толық қазақша шыққаннан кейін мен қазір уайымдамаймын. Басқа арналарды көріп қойса да мен аз-аздан ғана шектеймін. Бұрын мен кәдімгідей шектедім, өйткені қазақшасын сіңіріп алмайынша басқа тілдер паразит секілді құлақ мұрнынан онсыз да кіріп кетеді. Ал мен саналы түрде сапалы қазақша дүниелерді көрсетіп, және өзім қазақша сөйлету арқылы таза қазақша шығаруға болатындығын 5-ші рет дәлелдедім деп ойлаймын. Сіздің жаңағы айтқан барлық YouTube каналдарыңызды бізде аналар кеңесінің филиалдары арқылы өңірлерге таратайық. Жақсы. Оған мүмкіндігіміз бар. Өткен жолы да осы подкастымыз бала тәрбиесіне келіп еді. Бұл жолы да осы шынымен бала тәрбиесі, осы ұлт құру саясаты дейміз, ұлттық бірегейлік дейміз, патриотизм дейміз, елдің қуатты болуы, елдің әлеуметтік жағдайы жақсаруы болсын, барлық көпшілік проблемаларды шешуге келген кезде, егер ұзақ мерзімде ойланатын болсақ, онда ол сөзсіз бала тәрбиесіне, отбасыға басымдық беруіміз керек. Келіп пікір білдіргендеріңізге, уақыттарыңызға арнағандарыңызға рахмет. Көп рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар.